Еліміздің тарихы үлкенді кішілі қалалардың тарихынан, сонымен қатар кең байтақ отанымыздың әр қиырында еңбек етіп жүрген ондаған мамандық өкілдерінің жетістіктерінен тұрады. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы, 17 аймақ, бірін-бірі қайталамайтын 17 түрлі тарих. Қазақстан сан қырлы болғанмен бір бүтін ел. Есімім Санжар, шахтер болып жұмыс істеймін. Туып өскен жерім Қарағанды облысы. Біздің облысымызда шахтадан басқа еш нәрсе жоқ деп ойлайтындар қателеседі. Әрине, шахтаның жөні бөлек, оның үстіне еліміздегі ең терең шахталар біздің облысымызда, ал Қарағанды Қазақстандағы ең индустриалды өлке. Елімізге табыс әкеліп тұрған өңдеуші өнеркәсіптің 5-тен бірі біздің облысымыздың еншісінде. Айтпақшы, елбасының өзі еңбек жолын Теміртауда бастаған. Сондықтан ол кісі үшін Теміртаудың орны ерекше. Білесіздер ме, бізде жаңа мектептер мен балабақшалар ашылып жатыр. 90-шы жылдары қиын болды. Бұрын 9 ғана ірі кәсіпорындар бар еді, ал қазір олардың саны 50-ден асады. Облысымызда бірнеше ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Бәріміз доспыз. Қарағанды Қазақстандағы ең үлкен облыс. Әсіресе Жезқазғанды қосқаннан кейін оның аумағы ұлғая түсті. Демалғымыз келсе, Балқашқа барамыз. Ол жер бетіндегі ащы және тұщы судан тұратын жалғыз көл. Бір шетіне барып, балық ауласақ, енді бір шетіне барып, күнге қыздырынамыз. Міндетті түрде Ұлытауға барып көріңіздер. Онда Сарыарқаның тарихынан сыр шертетін қасиетті орындар көп. Қарағандының өзі де керемет қала. Тұрғындары кітап оқуға құмар болып келеді. Бізде зауыттардан басқа қызық көп. Міне, біздің өлкеміз осындай. 30 жылдың ішінде бірлігіміз артты, керегеміз кеңейді. Елімізді жаңарттық, өзімізді өзгерттік.